Сәлем, менің заңгерлік сауаттылық атты курсымның 7-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз 7-ші сабақта банктен және де коллекторлық компаниядан жаңа график сұрап арыз жазамыз. Бұл арыздың үлгісі міндетті түрде сіздерге жіберіледі. Бірінші, бұл арызды талқыламас бұрын біз несие жайлы кішкене мен сіздерге ақпарат беріп кетейін. Несиені сіз төлемеген жағдайда сіз 3 сатыдан өтесіз. Біріншіден, сіз 90 күнге дейін просрочкада болатын болсаңыз, 90 күнге дейін банк сізбен мәмілеге келуге тырысады. Бұл жағдайда ПТП қойылады, яғни платежное требование поручения, немесе инкассовое распоряжение деп айтамыз. Егер де сіз 3 айдың төлемін және де 90 күн бойы жүрген пеняны қосып төлейтін болсаңыз, онда қайтадан сол графигіңіз бойынша төлей бересіз. Яғни сізге жаңадан график түзудің қажет жоқ. Ал екінші жағдай, егер сіз 90 күннен кейін асып кететін болсаңыз, егер сіздің просрочкаңыз 90 күннен кейін асып кететін болса, демек банк сізді автоматты түрде коллекторлық компанияға береді деген сөз. Үшіншіден, кейбір жағдайларда банк немесе коллекторлық компания сізді сотқа беруі мүмкін, немесе нотариусқа беруі мүмкін. Сотқа берген жағдайда соттың шешімі шығады, нотариусқа берген жағдайда исполнительный надпись шығады. Және де осы екі құжаттың біреуінің негізінде жеке сот орындаушы ары қарай сіздің счеттарыңызға арест қойып, ары қарай жұмысын жасай береді, және де сіз бұл жерде реестр должников сайтына түсіп қаласыз. Одан кейін коллекторлық компанияның заңсыз әрекеттері туралы мен кішкене мәлімет беріп кетейін. Біріншіден, коллекторлық компания сізге психологиялық шабуыл жасауға тырысады. Намысыңызға, жүйкеңізге тиетін боғауыз сөздер айта бастайды. Екіншіден, сіздің туысқандарыңызды, достарыңызды, жұмыс орныңызды мазалай бастайды. Бірінші жағдай бойынша әрине сіз бұл жерде бұл барлық сіздің жаңағыдай жеке басыңызға келіп жатқан жағымсыз сөздердің тоқтату мақсатында, және де екінші жағдай бойынша туысқандарыңыз, достарыңыздың барлығын мазалап жатқан кезде бұл жағдайды тоқтату үшін сіз ұлттық банкке шағым жазуыңызға болады. Сол кезде ұлттық банк коллекторлық компанияға қатысты шаралар қолдануы мүмкін. Сондай-ақ коллекторлық компания сізбен бір рет қана тіріде кездесуге, одан кейін таңғы сағат 8-ден кешкі 21:00-ге дейін күніне 3 рет мазалауға құқы бар. Сондай-ақ айта кететін өте маңызды ақпарат, несиені сіз қанша уақыт төлемесеңіз де, коллекторлық компания сіздің қарыз сомаңызды одан ары қарай өсіре алмайды. Неге? Себебі коллекторлық компания ол банк емес. Біздің Қазақстанда, біздің заң бойынша кез келген ақшаға, яғни қарыз сомаға үстіне пеня қосу үшін, процент қосу үшін, былайша айтқанда, ол мекеме банк болу керек, немесе микрокредиттік қаржы ұйымы болу керек, немесе ломбард болу керек. Осы 3 ұйымда ғана ұлттық банктен берілген лицензия бар. Сол лицензияның аясында жұмыс жасайды. Сондықтан да олар берілген қарыз соманың үстіне вознаграждение және де пеняны қоя алады, яғни процентті қоя алады. Ал кез келген жеке тұлға немесе заңды тұлға, біздің жағдайымызда ол коллекторлық компания, ол жай ғана қарапайым компания саналады, олар кез келген банк берген сіздің қарыз сомаңызға бір тиын да қоса алмайды. Осыны есте сақтаңыздар. Сіздің несиеңіз 1 жыл, 2 жыл, 10 жыл төлемесе де, ол бір сума қатып қалады. 90 күн пеня өседі, одан ары қарай ол сумаңыз өспейді. Одан кейін бүгінгі сабақта біз айтып кететін екі жағдай болады, 2 арыз жазу керек болады. Біріншісі ол банкке арыз жазу, ал екіншісі коллекторлық компанияға арыз жазу. Бұл 2 арыздың да үлгісі сіздерге беріледі. Бұл 2 арыздың ең бастысы шатастырып алмаңыздар, себебі екеуі 2 түрлі. Банкке жазылған ол басқа заңдар ол жерде біз жазатын, ал коллекторлық компанияға ол жерде басқа заңдар жазылады. Бұл арызды біз біріншіден банкке жазамыз. Не үшін? Себебі сізде қандай коллекторлық компанияға өткені және де қашан өткені ол жайлы ақпарат жоқ. Көбінесе ондай ақпарат берілмейді қарыз алушыларға. Сондықтан да біріншіден сіз банкке жазасыз. Банкте
өзіңіздің жағдайыңызды түсіндіріп, иә, сол жерде қанша сумма басында төлей алатыныңызды жазасыз, және де банктан жаңадан график сұрап жазасыз. Сондай айта кететін жағдай, бұл арызды егер де отказ алған күнде де 2-3 рет немесе одан да көбірек жазуға болады. Себебі банк сізге неге сіз бізге арыз жаза бересіз деп ешқашан ұрыспайды. Оны жазу тегін, сондықтан да өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғап жаза біліңіздер. Сондай-ақ өздеріңіздің құқықтарыңыздың орындалуын банктен талап етуіңізге әбден болады. Бұл арызда сіз міндетті түрде көрсетіп кетесіз, осы уақытқа дейін несиені не үшін төлемедіңіз, және де қазір сіз не үшін төлегіңіз келіп тұр. Мысал үшін, бұл жерде өте көп оқырмандардың айтатын жағдайы, мен жұмысқа тұрғым келіп тұр. Жұмысқа тұрғым келіп тұр, яғни банктың ПТП-сі бар, счеттарға арест қойылған, ал ол счеттарға бухгалтерия жалақыны жібере алмайды, сондықтан да жұмысқа тұруыма кедергі болып тұр деп. Сондықтан да арызда осының барлығын, осы барлық мән жайды осы арызда жазу керек. Бұл арызда сіз жаңа график қана сұрап қоймай, сондай-ақ выписка, яғни сіздің несиеңіз жайлы мәлімет аласыз. Себебі сіз қазіргі таңда банкке немесе коллекторлық компанияға қанша қарыз сомаңызды білмейсіз, және де ол қарыз сомаңыз неден тұратынын да білмейсіз. Кез келген қарыз сома біріншіден основной долг, негізгі алынған сумма, вознаграждение, өсімақы және де пенядан тұрады, иә? Сіз неше күн просрочка болдыңыз, сонша күн пеня жүреді. Соның барлығын банк сізге выписка түрінде мәліметті беру керек. Көп жағдайда осы арызды, әсіресе менің клиенттеріме осы арызды қанағаттандырып, жаңадан график беріп жатады. Неге? Себебі банкке сізден қандай да сумма түсіп тұрғаны өте ыңғайлы, пайдалы. Бірақ бұл жағдайды коллекторлық компанияның жаңағы ауызша айтқан ақпаратына сеніп жасаудың қажеті жоқ. Егер жаңағы банкке жазған арызыңызға ответ алып, ол жерде банк сізге жаңағыдай график қойып береміз, я мынандай сумма төлеңіз деп жазбаша жазатын болса, сол жағдайда ғана барып, банк көрсеткен счетқа ақшаны салып, одан кейін ай сайынғы төлемді қанша төлей аласыз, банк айтқан жаңа условия бойынша, шарттар бойынша, егер келіссеңіз, ары қарай график береді, жаңадан график береді, сол график бойынша төлей бересіз. Ал кейбір жағдайда банк сіздің жаңағы жазған арызыңызға мынандай ответ беруі мүмкін. Мынаншасыншы жылдан бастап, сіздің несиеңіз мынандай коллекторлық компанияға өтті деп. Ол жағдайда демек сіз келіссөздерді коллекторлық компаниямен жүргізесіз. Бірақ ол жерде коллекторлық компанияның алдына барып, ол жермен ұрысып, қырылысып, жаңағыдай ұрысудың қажеті, олармен ұрысып, қырылысудың қажеті жоқ. Барлығын заң жүзінде жазбаша арыз жазып қана сөйлесесіздер. Онлайн ешқайда барудың қажеті жоқ. Және де бұл екінші арызды жазасыздар, демек коллекторлық компанияға өткенін біліп, қай компания екенін білетін болсаңыздар, демек екінші арызды жазасыздар. Екінші арыз бірінші арызға қарағанда айырмашылықтары бар деп айттым. Сондықтан да екеуін шатастырып жүрмей, міндетті мұқият болыңыздар. Одан кейін екінші коллекторлық компанияға тура солай арыз жазасыздар. Яғни сіз белгілі бір сумманы құясыз, одан кейін коллекторлық компания сізге жаңадан график жасап береді ме, бермейді ме, және де өзінің шарттарын айтады. Бірақ тағы да айта кетем, коллекторлық компанияға сіздің несиеңіз өтіп кеткенмен, негізінде сіз сол банкке әлі қарызсыз. Бұл коллекторлық компания сізбен банктың ортасындағы, былайша айтқанда, делдал, бүкіл грязная работаны жасайтын компания деп қараңыз. Сондықтан да коллекторлық компаниядан кез келген қандай да бір ұсыныс, қандай да бір қорқыту, үркіту жаңағыдай ауызша болатын болса, оның ешқайсында мән берудің қажеті жоқ. Тек қана жазбаша арыз жазасыздар, заң бойынша, заңға сүйеніп, сол арызыңызға жазбаша жауап аласыз. Болды. Басқалай ешқайда бір жерге барып, онымен кездесіп, ұрысып, және де тағы да басқа келіспеушіліктер болып жатудың қажеті жоқ. Тек қана заң аясында жазбаша ғана жұмыс жасайсыздар. Жазбаша коллекторлық компания сізге жаңағыдай график жасап беретінге келіссе, онда ары қарай график жасайсыздар, сол несиеңізді төлей бересіздер коллекторлық компанияға. Ол кезде коллекторлық компания сіздің қарызыңыз банкке өткені жайлы
жаңағыдай хабарлама жіберуі керек. Ол хабарламада сіздің қарыз сомаңыз қанша, банктен қашан ол коллекторлық компанияға өтті. Одан кейін жаңағы айтып кеттім, банкке қарыз сома ол коллекторлық компанияға өткеннен кейін өзгермейді. Коллекторлық компанияның ешқандай услугасын сіз төлемейсіздер. Сондай-ақ осы сабақта мен үшінші жағдайды айтып келіп отыр. Бұл банкта, коллекторлық компанияда жаңағы сіз неше рет арыз жаздыңыз, бірақ ол арызыңыздан ешқандай да результат шыққан жоқ. Бұл жағдайды мен ескеруім керек, сондықтан да айтуым керек сізге. Мұндай жағдайда орын алуы мүмкін. Егер де ешқандай график бермей, жаңағыдай арыздарыңызды қанағаттандырмайтын болса, онда үшінші жағдайды жасайсыздар. Бұл жерде не істейсіздер? Жаңа сіз банктен өзіңіздің арызыңызға жауап алдыңыз, демек сіздің мынандай қарызыңыз бар, мынандай сомаңыз, ол сома негізгі сомасы мынандай, үстіндегі вознаграждениесі мынандай, пенясы мынандай деген ақпарат алдыңыз, выписканы алдыңыз. Сол выписка бойынша енді сіз графикті өзіңізге өзіңіз жасап аласыз. Бұл ешқандай заң бұзушылық емес, ешқандай да заңға қайшы келмейді. Бұл графикті өзіңізге өзіңіз жасап аласыз. Так, жаздыңыз, мысал үшін қарызыңыз 1,5 миллион. 1 миллион ол жерде основной долг, негізгі сома 350 мың жарайды вознаграждение, 150 мың ол жерде пеня мысал үшін. Сіз аласыз, осы айда мен банкке қанша құя аламын? Осы айда мен банкке 50 мың құя аламын, немесе 10 мың құя аламын. Ең минимальный дегенде 1000 теңге хотя бы құя аламын, жарайды, жазып қоясыз, 1000 теңге құйдым. Ендігі айда сіздің шамаңыз мысал үшін 100 мыңға келді. Бардыңызда 100 мың құйып тастадыңыз. Бұл жерде ескере кететін нәрсе, сіздің қарыз сомаңыз пенядан бастап азаяды. Яғни бірінші сіздің төлеп жатқан сомаңыз пеняға кетеді, одан кейін вознаграждениеге кетеді, одан кейін соңында барып негізгі соманы қамтиды. Осыны жасап, өзіңіз барлығын есептеп жүріп, 3 айдан кейін банкке қайтадан арыз жазасыз. Енді менің қарыз сомам қанша? Ол жерде алдыңыз выписканы тағыдан, сосын қарадыңыз, пеня азайыпты, вознаграждение азайыпты, өте керемет. Дальше солай төлей бересіз. Коллекторлық компания сізге звондайды, мазаңызды алады, бірақ олармен ұрыспайсыз, жай ғана түсіндіріп айтасыз. Мен несиені төлеп жатырмын. Осы ай менің шамам 1000 теңгеге келді, болды, мен төледім. Ендігі ай менің шамам қаншаға келетінін білмеймін. Келесі ай 10 мың болса 10 мың, 50 мың болса 50 мыңға может шамам келетін шығар, мен оны білмеймін. Ендігі айда көреміз, осы айға менің шамам 1000 теңгеге ғана жетіп тұр. Демек 1000 теңгені салдым деп айтасыз. Болды, жай ғана осылай сөйлесесіз, осылай түсіндіресіз жағдайыңызды. Менің қазір жағдайым жоқ. Карантинге байланысты жұмыссызбын мысал үшін. Мысалы, мен жарақат алдым. Мысалы, мен денсаулығым жоқ, жұмыс істей алмаймын деген сияқты сондай уәждеріңізді айтасыз. Болды. Ары қарай ол коллекторлық компаниямен ұрысып таласып жатудың қажеті жоқ. Тек қана ай сайынғы төлеміңізді өзіңіз төлей бересіз. 3 ай төлегеннен кейін коллекторлық компания сізді мазалауды доғарады. Себебі сіздің ешқандай пайда жоқ. Сіз өзіңізге өзіңіз график жасап алдыңыз уже. Ай сайын хоть какой-то сумманы төлеп тұрсыз. Олардың миссиясы, яғни сізден қандай да бір сумманы шығарып алу, яғни несиені төлету. Ал сіз оны итақта төлеп отырсыз, сондықтан да 3 айдан кейін коллекторлық компания сізді мазалауын доғарады. Осымен 7-ші сабақты аяқтаймыз. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше сау саламат болыңыздар.